Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты үйде отырған қыз-келіншектердің уақыттарын тиімді ұйымдастыру мақсатында Алматы облысының рухани жаңғыру жобалық кеңсесі ұлттық тағамдарды әзірлеу бойынша челленджді бастады. Аталмыш челленджді әріптесім Бурганбаева Мархабаттан қабылдап алдым. Бүгін мен қазақтың ұлттық сүт тағамы суық көжені әзірлеймін. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран баба. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран баба. Суық көжеміз дайын. Осы челленджді әріптесім Нұрахметова Маржанға, құрбыларыма және де сіңілеріме жолдаймын.